Welcome to Freddy Fazbear's Pizzeria, where fantasy and fun come to life. Hit it, guys. If you're watching this video, it means you've been selected as Freddy's newest security guard. Hello? We're going to have so much fun together. Бартырға сіздіңіздер қалайсыңдар, сендермен бірге мен сұлу және де бүгін мен осы FNAF туралы киноны айтатын боламын, осы жақында шығатын. Және де мен сендер түсінбей қалған шығарсыңдар, сол себепті мен сендерге қазір тағы да бір трейлер. New security guard. Can I help you, officer? Have you met them yet? My voice just wants to Жалпы өздеріне көрдіңдер, FNAF-тың киносы қандай болатынын. Яғни де бұл осы толық трейлер десем де болады. Және мен сразу қызығып кеттім осыны көргенде. Осы 27 октябрь ма 26 октябрьда осы кино шығатын болады кинотеатрларда. Ал бұл кинода не болады сіздерге түсіндіріп кетейін. Короче, Майклды бір заданияға жібереді осы пиццерияға. Әйтеуір ол жақта бір роботтар, әйтеуір барады сол пиццерияға, не іздеп барды, ол маған құпия. Және сол жаққа барған кезде уже аниматрониктер оған тиісіп бастайды сағат 5-ке шейін. Солай жеге и ары қарай өздерің көресің. Мен соны түсіндім әйтеуір. Өйткені FNAF-тың ойыны сондай ғой енді. Жалпы солай жеге. Бұл менің ойымша тоже сюжетпен кетеді. Өйткені сюжетте тоже осылай болған. Және бұл FNAF 1 жеге. Алдағы уақытта бізде FNAF 2-ні, FNAF 3, FNAF 4, FNAF 5 солай кете береді, короче. FNAF 6 и бітті вроде. Ежели FNAF 6-ға шейін уже бізде FNAF-тың сюжеті бітеді. Ну, вроде норм. Ал FNAF 7 қалғандар уже FNAF 7, FNAF 8, FNAF 9, FNAF 10, FNAF 11. Олар вообще басқа сюжет. И то есть сюжет нема қойып кетті, короче. И солай жеге. Сендердің ойларың қандай осы FNAF киноларды тағы да комментаттар болады, өз ойларын комментар жазып кетіңдер. Онда сендермен бірге болған ең сұлу. Онда сау болыңдар. До конца қарағанына рахмет, родной.